Сәлем, құрметті көрермен. Бүгін осындай балалар сүйсініп жейтін пончики жасайтын боламыз. Ол үшін жылы сүт, жылы су, қант, тұзымызды, дрожжымызды салып, жақсылап ертіп, араластырып, сонан соң ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды жарты сағатқа пакетпен жауып, жылы жерге тұндырып қоямыз. Осылай қамырымыз ашып шығады. Ашыған қамырымызды ұнның оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қатты жұқа да болып кетпеу керек. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Дәл осылай видеодағыдай пиалайдың ішкі сыртқы жағымен осындай дөңгелек кольцолар жасап алатын боламыз. Кольцоларымызды қызып тұрған тапада осылай екі жағын қызартып қуырып аламыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты видеолармен, қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Дәл осылай видеодағыдай барлығын қызартып қуырып аламыз. Енді бетіне шоколадқа мен Альпен Гольд шоколадын пайдаландым. Осылай ыдысымызға бөліп, қайнап тұрған ыдысымызда водяной баняда ертіп алатын боламыз. Мен азырақ сүт қосып жібердім сосын. Дәл осылай пончиктерімізді шоколадқа батырып аламыз барлығын. Мен осындай кондитерский посыпки пайдаландым. Домалақ түрінен және де звездочка түрінен. Каналға лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Осылай балаларды қызықтырып, сүйсіндіріп жейтін болады. Ас болсын, жасап көріңіздер, столға ұсынсаңыздар да болады.